Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мак қосылған торт дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұзымызды салып, миксерлейтін боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Қантты қоса отырып, миксерлейтін боламыз. Массамыз екіселеніп көбейгеннен кейін үстіне сүт құямыз. Араластыра отырып су майымызды қосамыз. Електегі ұнымызға қопсытқышты қосып, үстінен аз-аздан сала отырып араластырып отырамыз. Қопсытқыш пен ұнды жақсылап араластырып аламыз. Қоспамыздың үстіне макты шетінен аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Формамызға екі бөлікке бөліп салып, духовкада 160 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әр пештің қызуы әр түрлі болғандықтан шпажкамен тексеріп алатын боламыз. Дайын болған бисквитімізді холодильникке пакетке орап, 2-3 сағат кемі қойғанымыз дұрыс. Бетін кесіп алып, екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Кремін дайындауға творожный сыр, қант ұнтағын салып, аздап миксерлеп аламыз. Кремін дайындауға қосатын қоспалар салқын болғаны дұрыс. 33%-дан жоғары сливки қосатын боламыз. Миксердің күшін шетінен көбейте отырып, креміміз қоюланғанша араластырамыз. Подложкамызға аздаған кремді жағып, үстіне бисквиттарымызды орналастырып, тортты кальсонның ішінде жинаған өте ыңғайлы. Кремді салып, толықтай жан-жағына жағып шығамыз. Шетінен бисквитті салып, кремін жағып отырамыз. Қаласаңыздар, пропитка жасасаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Тортымызды толығымен жинап, холодильникке кемі 6-8 сағатқа қойып қойсақ, тортымыз бір қалыпты тегіс жиналатын болады. Сыртқы бөлігін ганажбен қаптап шықтым. Ганажды қалай дайындау керектігін алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын.
сілтемесін описанияға қалдыратын боламын. Қарапайым креммен де қаптауға болады. Мен сыртын масикамен қаптайтын болғандықтан ганашты пайдаландым. Достар, сіздерге торттың сыртқы бөлігін әрлеу қызықты болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Торттың әрлеу түрлеріне ұсыныс көп түсетін болса, сіздерге алдағы уақытта көрсетіп бөлісетін боламын.